Баршаңа сәлем, біз бүгін Астана телеарнасында көрсетіліп жатқан Ессіз махаббат телесериалы туралы аз кем ақпарат ұсынатын боламыз, сондықтан лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ессіз махаббат сериалы 2021 жылы түсіріліп бастаған, жанры мелодрама, комедия. Еңбекқор әрі сұлу даяшы Эсраның басты арманы сәтті тұрмысқа шығу еді. Бірақ оның махаббатты анағұрлым жолы болмайды. Ол кездескен ер адамдар қыздың жоғары талаптарына сай келмейді. Эсра шын жүрегімен жақсы көретін қарапайым жігітті кездестіретініне сене алмайды. Басты кейіпкердің ата-анасы жас кезінде ессіз сүйіп емес, есеппен үйленгендігі мәлім. Ата-анасының қателігін жасағысы келмеген қыз Озанды кездестіреді. Эсра мен Озан үйленсе де, бұл некеден әрқайсысы белгілі бір мақсатты көздейді. Эсра анасы секілді жоқшылықтан құтылу үшін тұрмыс құрады. Озанға келсек, ол шынайы махаббат үшін үйленеді. Нәтижесінде бұл неке ұзаққа созылмайды. Өйткені Эсра күйеуін тастап кетеді. Бірнеше жылдан кейін қыз бұрынғы күйеуі беделді бизнесмен әрі үлкен холдингтің иесі екендігін біледі. Кездейсоқ ол осы холдингке жұмысқа орналасады. Озан Эсраның осында жұмыс істейтінін білгенде, оған бұрынғы некелері туралы үндемеу үшін үлкен сомада ақша ұсынады. Эсра қатты ашуланып, махаббатын қайтару үшін күрес бастайды. Сериал 120 минут 42 бөлімнен тұрады. Алдағы уақытта кейіпкерлер туралы қызықты ақпараттарды саламыз, сондықтан каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.